студиямыздың қонағы парламент мәжілісінің депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Жұлдыз Сүлейменова. Жұлдыз Досбергенқызы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Жұлдыз Досбергенқызы, қазақта сөз бар ғой, біткен іске сыншы көп дейді. Енді қазір жаңа үкімет тағайындалды, енді ескі үкіметті қазір сынап жатқандар көп. Десек те барды бар, жоқты жоқ деп айтқан жөн. Енді қазіргі жаңа үкіметке қойылған басты міндеттерді, талаптарды, мәселені қозғамас бұрын өткен үкімет, экс үкімет деп айтайықшы, нені жасай алды, нені жасай алған жоқ. Қысқаша ғана шолып өтсеңіз. Ескі үкіметке де біз парламенттік көпшілік партиясы, Аманат партиясы жауапкершілік алғанбыз. Сондықтан да дегенмен қаңтардан кейінгі кезеңде келіп өздерінің нақты жоспар жобасымен таныстырған. Сонымен қатар сол кездегі қиын әлеуметтік кезеңдегі проблемаларды шешуіне атсалысқан үкімет. Мысалы, ескі үкіметтің қоржынында ол әлеуметтік кодекстің қабылдануы, ескі үкіметтің қоржынында бұл ұлттық қор балаларға заң жобасының әзірленуі, ескі үкіметтің қоржынында бұл ұлттық сыртқа кеткен активтердің қайтарылуы жөніндегі заң жобасы, 3 заң жобасын айтсақ та болады. Бірақ өзіңіз білесіз, мен 2023 жылдың басында ескі премьер-министрді сынадым. Өткені 2022 жылы Алматы қаласындағы спорт мектебінің жабылу туралы мәселе болған. Сол мәселеде біз бірқатар спортсмендер бар, олимпиада чемпиондары бар, ата-аналар қоғамдастығы бар. Біз ол мектепті жаппауға байланысты мәселе үн қатқанбыз. Сол кезде солқылдақтық танытып жабылатын, жабылмайтындығын айтқан кезде мен сынағам. Бірақ ескі премьер-министр бір аптаның көлемінде менің сын пікірімді естіп, ол YouTube каналдағы ақпараттан ескеріп, шақырып, енді ол кезде мен қоғамдық кеңесім болды да бара алмадым, бірақ біз 3 депутат болып бұл мәселені көтергенбіз. Сондықтан да сол Алматы қаласындағы республикалық спорт мектеп колледжінің жабылмауына өзі YouTube'тағы менің берген сын пікірімді елеп ескеріп, соған атсалысты. Сондықтан мен шынымды айтсам, бізде кеткен азаматтардың артынан қатты айтып жатамыз, бірақ менің ойымша ол саяси мәдениетті өзгерту керек шығар. Кеше мен өзім ескі үкіметтің ішінде 2 министрін мақтап өзім пост жаздым және олардың қызметіне ризашылық білдірттім. Біреуі бұл денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинаяттың жұмысына, және қаржы министрі, премьер-министрдің орынбасары Жамаубаев Ерулан Кенжебекұлының жұмысына. Өйткені біз осы 2 министрмен шын етене жұмыс жасадық. Пост қаңтардан кейін халық міне бүгін дәл қазір жасап тастаңдар, дәл қазір бітіріп тастаңдар деген талап болды. Ол кездегі бюрократиялық машина, ол кездегі шешімдерге байланысты. Сонымен қатар біз түсінуіміз керек, пандемиядан кейінгі уақыт, одан кейін бізде күрделі геоэкономикалық, геосаяси жағдай, геоэкономикалық жағдайға орын алған кезде олар барынша тырысып жұмыс жасады. Сондықтан да менің ойымша біз кеткен азаматтардың артынан жаман айтқанша, негізі шын қолына не келді, соны айтып, сонда бір саяси мәдениет қалыптастыру қажет деп ойлаймын. Сондықтан мен не айтамын? Қиын болды. Көп мәселелер біздің ойдағымыздай жүзеге асырылмады. Біз халықтың бел ортасында жүргендіктен, халықтың ішінде болғандықтан кей мәселелерге әрине кейбір депутаттық сауалдарымызға, кейбір мәселелердің шешіміне біз атүсті сондай позицияны байқадық. Бірақ дегенмен ендігі жаңа үкімет осы кеткен қателерді қайталамаса, яғни халықтың бүгінгі қойып отырған мәселелер халық аспаннан аялып бер деп тұрған жоқ. Халық нақты өзінің конституциялық құқықтарын талап етеді. Әлеуметтік мәселеде, экономикалық мәселеде. Күні кеше мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында қаржы экономикалық саланы үлкен көлемді ауқымды реформаларды жүзеге асыруға байланысты, шын айтқанда егжей-тегжейлі өзінің жоспарымен бөлісті. Бұл нақты міндеттер айқындалды деген сөз. Сондықтан да менің ойымша осы егжей-тегжейлі жоспар сапалы жүзеге асырылып жатса, онда біз 2023 жыл мемлекет басшысының халық алдындағы берген жолдауындағы
креативті экономиканы дамыту, жалпы экономикалық сектор дамыта отырып әлеуметтік проблемаларды шешу, сонымен қатар әлеуметтік мәселе ол адам капиталына бағытталған даму секторы секілді мәселелерде біз шешім табатын едік. Сондықтан енді менің ойымша ескі үкіметке рахмет, біз жұмыс жасадық, етене жұмыс жасадық, біз қатты айтқан кезімізде болды. Бірақ естейтін үкіметтің негізін қалады деп айтуға болады. Олар сол өзгерістердің барлығы сол ескі үкімет фундаменті сол жерде қаланды. Жақсы. Енді біз хабарымызды мынау халықтың жаңағы әлеуетіне қатысты тікелей мәселелерге қарай бұрсақ, бұрын атаулы әлеуметтік көмек деген болды, білесіз, енді бюджет қаражатын бердік, қайтарып алдық, кейде халықты әуре сарсаңға да салған кездер болды. Жаңағы механизміне байланысты президент те өзінің сынын айтты. Жаңағы салдарынан көмек алуға мұқтаж азаматтар көбіне көп жаңағы құжат жинаумен айналысып кетіп жатқан кездер болды. Кеше президент кеңейтілген отырыста айтты, біз масылдыққа әбден үйреніп қалған сияқтымыз дегендей сыңайлы пікір білдірді. Жалпы сіздің ойыңызша халық билікке шынымен де масыл болып отыр ма? Бүгінде әлде осы саясатта жүргізілген механизмдер дұрыс болмады ма бізде? Менің ойымша ол жерде президенттің нақты сөзі, біз шын мұқтаж азаматтарға көмек беруіміз қажет деді. Әлеуметтік мемлекеттің негізгі позициясы шын мұқтаж адамды қолдау деді. Бізде қазір өстіп айтатын болсақ, онда халық ренжиді. Ал шын мәніндегі мен бір нәрсені ұқтырып түсіндіргім келеді. Біз 12 мүшеміз сау болса, қара басын ханмен тең деп біздің енді бабаларымыз айтып кетті. Сәйкесінше жақсы білім алса, жақсы еңбек нарығына сапалы сондай маман болатындай құзыреттіліктерді меңгерсе, дағдыларын дамытса, онда біздің азаматтарымыздың өзінің әлеуметтік деңгейін өзі жақсартатындай біз экономика құруымыз қажет. Ол үшін біз жұмыссыздықты азайтуымыз қажет, және жұмыстағы алатын айлық жалақы ол орташа айлық жалақыдан барынша жоғары болу керек. Сондай экономиканы біз қамтамасыз етсек, онда азаматтарымыз үй мәселесінде, әлеуметтік көмек мәселесінде мемлекетке қол жаймас еді. Бүгінгі таңдағы мемлекет басшысының мына экономикалық блокқа, қаржы блогына қойып отырған міндет осымен тікелей байланысты. Өзіңіз білесіз, біз осы студияда әлеуметтік кодексті біраз талқыладық. Оның алдында біз мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсарту деген заң жобасын біздің депутаттық корпус әзірледі. Соны да талқылап сіздердің алдарыңызға келгенмін. Сол кезде мен және депутат Халық партиясының мүшесі, қазіргі фракция жетекшісі Магерам Мамедұлы екеуміз бір түзетуді енгізгенбіз. Бұл мүгедектігі бар балаларды өсіріп отырған отбасылардың жағдайына байланысты. Бірінші, біз осындай отбасыларға арнайы әлеуметтік төлем төлеу қажет деп тапқанбыз. Сонымен қатар бұл отбасылардағы анасы баланың күтіміне кеткен 18 жылды жалпы ертең зейнетке шыққан кезде кәдімгі жұмыс уақытындағы зейнетке теңесе деген ойымыз болды. Жұмыс өтілі ретінде. Сонымен қатар бұл отбасыларға мүлдем басқаша қарайтын әлеуметтік көмектің негізгі басқа несін ұсынғанбыз. Бірақ дәл сол уақытта осы түзетулер үкімет тарапынан қолдау таппады. Өзіңізге белгілі. Егер түзетулер қаражатты қажет ететін болса, біз үкіметтен міндетті түрде жолдап, олардың қорытындысын алуымыз қажет. Және ол қорытынды қолдау тауып, оң қорытынды болу керек. Бұл түзетулер неге қолдау таппады? Өйткені республикалық бюджеттің бұған шама шарқы жетпейді. 700 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматтарымыз бар. Оның мен ұмытпасам 400 мыңдай балалар. Сондықтан да есептеп келген кезде бұл шын мәнінде өте жаңағыдай қаржыны қажет ететін норма болғандықтан бұл енгізілмеді. Бірақ менің ойымша дәл осындай мүгедектігі бар баланы өсіріп отырған ата-аналарға әлеуметтік қолдау қажет, және осы біздің бүгінгі таңдағы шешетін мәселеміз деп ойлаймын. Сонымен қатар біз бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарды тұрғын үйдің кезегіне қоюдың категориясына енгіздік. Бірақ біз үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарды енгізген жоқпыз. Көбінесе қарайтын болсақ, үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарымыз, олар жұмысы да көп жерде жұмысқа алмайды. Алатын айлықтары да мардымсыз, қолдарына алатын әлеуметтік төлемдер де мардымсыз. Сәйкесінше олар не тұрғын үйдің алғашқы жарнасын жинауға мүмкіндігі жоқ, немесе өздері төлеп жеңілдетілген кредит алса да оны өтеуге мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан да менің ойымша бүгінгі таңда екінші мәселе, біз осындай
осал санаттарда, мысалы қазіргі тұрғын үй қатынастары жөніндегі заңның 68-ші бабында тұрғын үй кезегіне қоюдың категориясы белгіленген. Сол категорияда бірінші, екінші топтағы мүгедектер бар, үшінші топтағы мүгедектер жоқ. Сәйкесінше осы үшінші топтағы мүгедектерді қарастыруымыз қажет. Бұл әділеттілік болатын еді. Келесі мәселе, мысалы бізде депутаттар көтеріп жүр, оның ішінен Артай Аралбайұлы көтерді. Bir құлағынсыз туатын балаларға мүгедектік берілмейді екен. Және ол балаларды мүгедектігі бар адамдардың санатында жатқызбайды. Бұдан бөлек екі құлағынсыз да туатын балаларымыз бар. Енді олардың саны онша қатты көп болмағанның өзінде де бұл кәдімгідей патология болып есептеледі. Сонымен қатар бұлар кәдімгідей емді қажет етеді. Тіпті еліміздегі ем-домдардың ішінде мысалы көп ата-аналар шетелге барып емделгенді қалайды. Сондықтан да Америка Құрама Штаттарында бұның ем-домы бар дейді. Осындай азаматтарға көмек қолы. Яғни бұлар барып қайтатын болса, шын мәнінде қаражат мәселесін бәрін біз түбегейлі шешуіміз қажет. Мемлекет басшысы шын мұқтаж азаматтарды әлеуметтік қолдау деген нәрсеге біз осыған қарастыруымыз қажет деп ойлаймын. Атаулы әлеуметтік көмекке байланысты біз сіздің осы студияда талқыладық. Мысалы, атаулы әлеуметтік көмек бұл балаға берілетін атаулы әлеуметтік көмек. Бірақ біз қазіргі таңда немен алмастырып отырмыз? Қазір бұл бір отбасының шын табыс көзі сияқты болып отыр. Біз оны ауыстырмауымыз керек. Балаға берілді ма? Сәйкесінше баланың физикалық дамуына, интеллектуалды дамуына, оның спортпен шұғылдануына, оның шын мәнінде еңбек нарығына ертең сапалы маман болуына мектептен бастап осындай қолдау болу керек. Сондықтан бұл мәселені біз қайта қарауымыз қажет. Бұдан бөлек мен алдынан бері айтып келе жатырмын, жалғыз басты аналар туралы, асыраушысынан айырылған отбасылар туралы, оның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылық көріп, ажырасып, қазіргі таңда бірнеше баланы, 3-4 баланы өзінің жетілдіріп, өсіріп келе жатқан, бір жұмыстан екінші жұмысқа жүгіріп жүрген солдай аналарымыздың жалпы жағдайын қарастыратындай мүмкіндік болу қажет деп ойлаймын. Біз қазір алименттерді өндіре алмай жатқан біраз фактілерді білеміз. Сәйкесінше бәлкім бізге мемлекеттік алимент қорын құру керек шығар. Яғни ана өзінің бұрынғы жаңағы ерлі зайыбы мысалы төлемейтін болса алиментті, ол мемлекеттен қор арқылы төлеп, мемлекет кейін сол азаматтан өзі өндіріп алатын механизмдерді қарастыратын болса, бұл көршілес Ресей Федерациясында бұл механизмдер бар. Сондай, яғни шынайы мұқтаж азаматтар, шынайы мұқтаж азаматтарға біз әлеуметтік қолдау тетіктерін заңнаманың аясында бәрібір де қайтадан бір қарастыруымыз қажет. Ең бастысы 12 мүшесі сау, кәдімгі денсаулығы бар азаматтар өздерінің әлеуметтік жағдайын, өзінің айлық жалақысын таба алатындай еңбек нарығын реттеу керек. Жұмыс орындарын көптеп ашу керек. Сол жұмыс орындарында бұлар кәдімгі орташа айлық жалақыдан жақсы айлық жалақы болатындай деңгейде еңбектену керек. Міне сол кезде ғана біздің экономикамыз дұрыс болады. Қазір біз 53% әлеуметтік төлемдерге жұмсап отырмыз. Республикалық бюджеттің қаншама, шын айтқанда түсімдердің болмайтындығы, қаншама проблемалар бар екендігі, соның барлығы айтылды. Сондықтан да менің ойымша азаматтарға осындай түсіндіру жұмыстары және ең бастысы экономика мен еңбек нарығы бірге жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Жаңағы халықтың әл-ауқатын көтеру үшін жасалып жатқан шаралар сіздіңше жеткілікті деп ойлайсыз ба? Жалпы өңірлерде енді сайлаушылармен кездесіп жатасыздар. Неге айтып отырмын бұл сұрақты? Себебі кеше президенттің өзі айтып өтті ғой, мемлекеттік органдардың арасында өзара келісу және талқылау жұмыстары өте ұзаққа созылып жатады дейді. Соның кесірінен кейбір жаңағы бастамалар негізгі мән маңызы өзгеріп те жатады. Сөйтіп тиісті бір нақты әу бастағы жоспарланған, әу бастағы ойластырылған дүние өз деңгейінде шықпай жатады дегенді айтты. Мен екі факторды мысалға келтіргім келеді. Бірінші фактор бұл жемқорлық. Тіпті мысалы АСП бойынша да маған қаншама аналар әлеуметтік желілердегі аккаунттарыма хат жазып, мысалы бұны әкімдіктер алып отыр, біз құжаттың бәрін жинақтап бердік деп, мен құзыретті органдарға хат жазып, шешкендеріміз бар, дәлелдей алмаған кездерде сондай нәрселер болды. Яғни әлеуметтік атаулы көмекті тағайындау кезінде дегенмен шикілік бар екендігін көрсетеді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бүгінгі үкіметтен күтетіндігіміз жалпы мына жемқорлықты түбегейлі
түбірімен жоюдың механизмдерін мемлекеттік аппаратқа енгізеді деп ойлаймыз. Екінші фактор бұл жауапкершілік алмау факторы. Яғни жемқорлық болғаннан кейін де көптеген мемлекеттік органдар біріне бір сілтеп, шын айтқанда жауапкершілік алмайды. Ал шын айтқанда оның барлық салдарын көретін біздің қарапайым халық, қарапайым азаматтарымыз. Сондықтан да жемқорлық жойылса, мемлекеттік аппарат, яғни жергілікті атқарушы билік органдары өздерінің құзыреттерінің аясында жауапкершілік алатын болса, әр нәрсеге сілтемей, есік тоздыртып, әр нәрсені айтпай. Енді біз биыл мысалы бір терезенің аясында немесе проактивті деңгейде телефондарына жауаптардың келіп, сол арқылы өздерін тауып алып, қандай әлеуметтік көмек ала алмай, соның барлығын енгізілді ғой әлеуметтік кодекстің аясында. Енді оны былай қарағанда жемқорлықтан ада қылатындай, шын айтқанда азаматтарға тез арада жететіндей қылу керек. Әрине, ескі үкіметте бұның бәрінің негізі салынды. Ендігі үкімет қарқынды жауапкершілік алып жасау керек деп ойлаймын. Бірақ дегенмен жақсылықтар да бар. Сондай бір жаман деп айта алмаймыз. Өйткені біз мысалы 2021 жылы келген кезде мүгедектігі бар азаматтардың креслосы, сонымен қатар мүгедектігі бар азаматтардың коляскасы, мүгедектігі бар азаматтарға берілетін қызмет пен оларға кәдімгі әлеуметтік көмектің сапасына байланысты көп мәселе көтерілетін. Қазірдің өзінде бұл біртіндеп шешіліп келе жатыр. Әрине, біз қарқынды бір мезгетте шешкіміз келеді, бірақ ол үшін біріншіден барлық мемлекеттік органдар ведомствоаралық өзара байланыста шешім қабылдау керек, екінші жауапкершілікті сезіну қажет деп ойлаймын. Бірақ дегенмен, егер 2021 мен оның алдында 2019 бен салыстырғанда, бүгіннің өзінде көп мәселеде ашықтықтың арқасында, әділ саясат жүргізудің арқасында, немесе инклюзивті қоғам құру деген концепцияның аясында және халықтың үнін еститін үкімет жобасының аясында бұл мәселелер рет-ретімен шешіліп жатыр. Бірақ дегенмен, мысалы, қазір маған енді мүгедектігі бар азаматтар көп хабарласады. Соның ішінде, егер темір жол билеттерін алатын болсақ, мысалы, пойыздарда коляскамен жүрудің мүлдем мүмкіндігі қарастырылмаған. Бір пойызда бір ғана орын екен. Ал шын айтқанда, біз әрбір вагонда осындай тең жартысы осындай орын болатындай қарастыруымыз қажет қой, және бұл енді әлемнің дамыған мемлекеттерінде бұндай вагон бар ғой, біз осының бәрін ойластыру керек деп ойлаймыз. Сонымен қатар темір жолдың мысалы осындай азаматтардың билеттерін, енді кеше мемлекет басшысы автожолдарды реформалауға байланысты тапсырма берді, және темір жолдағы бүкіл күрделі проблемаларды шешіңдер деп айтты. Біз соның өзінде депутаттық сауал дайындап бастады. Мына мүгедектігі бар азаматтардың, енді олар үнемі самолетпен ұшып жүре алмайды. Өзіңіз білесіз ғой, самолеттар ол үлкен ірі мегаполистерге немесе облыс орталықтарына ғана барылады. Ал енді аудандарға бару керек олар, немесе станцияларға баратын болса, олар енді дегенмен пойызға бару керек қой. Сондықтан да қазір біз темір жолды түбегейлі реформалаймыз дегеннің ішінде, осындай пойыздың ішінде мүгедектігі бар азаматтарға, оның ішінде коляскамен қозғалатын азаматтардың барлығының жағдайын ойластыру қажет деп ойлаймын. Жұлдыз Досбергенқызы, сізге көп рахмет. Арнайы уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін. Алдағы уақыттағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Жақсы, рахмет. Ардақты ағайын, осы тұста біз парламент сағаты хабарын аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған парламенті мәжілісінің депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Жұлдыз Сүлейменова, хабар жүргізген журналист Алмас Пайдырахман. Келесіде тілдескенше аман есен болайық.